Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9 сынып бойынша, құқық негіздері пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған мемлекеттік органдардың конституциялық құрылысы, еңбек жағдайлары, неке қию және тоқтату жолдары тақырыбындағы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда тақырып, оқу мақсаты, бағалау критерийлері берілген. Бірінші тапсырмада Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сай жұмыскердің еңбек жағдайларына кестеде ажыратып жазатын боламыз. Екінші тапсырмада неке қиюдың және тоқтатудың екі жолын көрсетеміз. Үшінші тапсырмада жағдаят шешеміз. Төменгі жағдайларда оқып берілген сұрақтарға жауап береміз. Және төртінші тапсырмада Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі кестедегі сұрақтарға жауап береміз, құрметті оқушылар. Бағалау критериялары бойынша бірінші тапсырмада жұмыскердің еңбек жағдайларын шектейміз. Екінші, үшінші тапсырмада неке қию және тоқтату шарттарын сипаттаймыз. Және төртінші тапсырма бойынша мемлекеттік органдардың құрылуына сайлаудың маңызы мен рөлін ажырататын боламыз. Алдарыңызда дескрипторлар берілген. Жалпы бұл тапсырмалар бойынша барлық жинайтын балл шәкіл саны 15 балл. 15 балл жинауға жетеді. Онда, құрметті оқушылар, бірінші тапсырманың жауабын талдайық. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің еңбек жағдайлары бойынша кестеге орналастырайық. Бірінші, жұмыскердің құқығы. Жұмыскердің құқығы еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы толық және анық ақпарат алуға. Жұмыскердің міндеті еңбек тәртібін сақтауға. Үшінші, жұмыскердің аптадағы жұмыс уақыты. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға. Төртінші, жұмыскердің тынығу уақыты, тамақтануға ұзақтығы жарты сағаттан кем болмайтын бір үзіліс беруге. Екінші тапсырма бойынша, құрметті оқушылар, біз неке қиюдың және тоқтатудың екі жолын көрсететін болайық кестеге. Бірінші, қандай жағдайда неке қиылады? Екі жақтың өз еркімен келісуі негізінде, яғни қалыңдық пен жігіттің ерікті түрде некеге тұруға келісім болғанда. Екінші, неке қиюға заңда белгіленген жасқа, әдетте 18 жас толған кезде, және заңда көрсетілген кедергілер болмаған жағдайда. Енді қандай жағдайда неке тоқтатылады? Бірінші, ерлі-зайыптардың біреуінің немесе екеуінің бастамасы мен некені бұзу туралы сотқа немесе ахат дегеніміз, құрметті оқушылар, бұл азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі, және некеге тұру кезде, не бұзу кезде осы деректерді тіркеп отырады. Біз болашақта осыны тек қысқартып ахат деп айтып отырдық, құрметті оқушылар. Міне сол ахат органына өтініш бергенде ажырасу. Екінші, ерлі-зайыптардың біреуінің қайтыс болуы немесе сотпен қайтыс болды деп жариялау нәтижесінде. Үшінші тапсырмада жағдаят шешейік берген тапсырма бойынша. Онда А нұсқасы бойынша ерлі-зайыптыларда кәмелетке толмаған екі баласы бар. Күйеуі ұзақ уақыт жоқ болғандықтан соттың шешімі бойынша оны хабарсыз кеткен деп таныды. Әйелі қалай және қай жерде некені тоқтата алады? Жауабы, құрметті оқушылар, некені тоқтату тәртібі: хабар-ошарсыз кеткен жағдайда, күйеуі сот шешімімен хабарсыз кеткен деп танылған әйелі ахат, яғни жаңағы азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне некені бір жақты түрде тоқтата алады, және Қазақстан Республикасының неке, зайыптылық және отбасы туралы кодексіне сәйкес мұндай жағдайда сот шешімі негізінде тіркеуші органда азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінде неке тоқтатылады. Қайда тоқтатылады? Тұрғылықты мекен-жай бойынша жаңағы азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінде. Оның негізі әрине сот шешімі және әйелдің өтініші болады, құрметті оқушылар. Екінші нұсқасы бойынша 18 жасқа толған Арман 16 жасқа толған Әселмен екеуі тұруға азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне өтініш жазды, бірақ азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі қызметкер олардың арызын қабылдамады. Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі органы қызметтерін неліктен арыз қабылдамады, соны ашайық. Бұнда арыздың қабылдану себебі Қазақстан Республикасының неке, зайыптылық және отбасы туралы кодексіне сәйкес неке қию үшін ер адамдар 18 жасқа, әйелдер де 18 жасқа болуы тиіс. Әсел 16 жаста болғандықтан Арманмен неке тұру үшін олар ерекше жағдайлар негізінде, мысалы жүктілік, ата-анасының рұқсаты, баланың дүниеге келуі және жергілікті атқарушы органнан әкімнің рұқсатын алу қажет. Себебі Әсел 18 жасқа толмаған, ал ерекше жағдайларда ғана жас ерекшелігі төмендетілуі мүмкін. Дұрыс орган ол алдымен әкімдікке жүгіну керек. Тек рұқсат алғаннан кейін азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне арызды қабылдай алады. Бұл бойынша эмансипация процедурасын өтіп кейін некеге тұрады. Эмансипация дегеніміз бұл француз тілінен, латын тілінен тәуелділіктен, бағыныштылықтан, езілуден, соқыр сенімнен босату, азаматтық құқықта кәмелетке толмаған жасөспірімді толық әрекет қабілеті бар деп тану деген мағынаны білдіреді, құрметті оқушылар. Енді келесі тапсырма бізде
Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі кестеген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, сайлау жүйесі деген сайлау дегеніміз не? Сайлау дегеніміз ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы берілген сайлау рәсімі. Сайлау адамдардың, азаматтардың, мемлекеттің, елді ұйымдардың өндірістік қоғам саяси өміріне қатынасуын неғұрлым кең таралған нысандардың бірі. Саяси жүйе мен саяси режим жұмыс істеудің олардың заңдылығы маңызды институты болып табылады. Енді Қазақстан сайлау жүйесінің екі түрін сипаттайтын болайық, құрметті оқушылар. Бұл екі түрі сайлау құқығының түрлері: төте сайлау құқығы, екінші жанама сайлау құқығының алдарыңызда белгіленіп тұр. Және келесі сұрақта сайлаудың рөлі қандай? Құрметті оқушылар, сайлау ол азаматтың өз еріктерін білдіре отырып, ел басшысын, парламент депутаттарын, жергілікті өкілді органдар немесе қоғамдық маңызды мәселелерді шешуге арналған кандидаттарын таңдау процесі. Сайлау демократиялық қоғам негіз болып саналады, өйткені халық өз дауысын беру арқылы елдің саяси бағытын анықтауға қатысады. Бұл азаматтардың саяси процестерге араласуының негізгі құралы, мемлекеттің даму бағытын айқындайтын маңызды оқиға. Сайлаудың негізгі мақсаты қоғамда әділдік пен заңдылықты қамтамасыз ету, халықтың мүддесін қорғау. Ол арқылы азаматтар билік органдарының құрамы мен саяси көшбасшыларды тыңдайды. Бұл мемлекеттік қоғамдық сенім артуының тұрақтылығын нығайтады. Және сайлаудың маңызы қандай? Бұл, құрметті оқушылар, әрбір тұрғын өзі сенім артқан қалаулы азаматтар сайлайды. Парламент төрінен көргісі келген елдің болашағына алаңдайтын азаматтар сайланады. Халық сайлаған азаматтарымыз халықтың мұң-мұқтажымен танысып, мәселелерді дөп басып айтып, мінберден өзекті мәселелер көтеріп жүр. Халық та оларға үмітпен қарап, сенім арта бастады. Халық үніне халық асатын мемлекет қағидатында жемісін көріп отырмыз. Bir жағы әлеуметтік желінде ықпал болу керек. Шешім табуы тиіс проблема жоғары биліктерге де берілген хабардар. Сұраудың барлығы ашық түрде сұралса, оған тиісті жауап та ашық түрде берілді. Мемлекет пен халық арасында байланыс орнады. Сондықтан алдағы уақытта сайлау, референдум өтетін болса, халқымыз белсенділік танытатынына сенімдеміз. Міне, құрметті оқушылар, біз бәрін талдап болдық. Алдарыңызда тұрған сынақта сәтті өтуге тілектеспін. Қандай да бір сұрақтар болса жазыңыздар, мен әр уақытта жауап беруге дайынмын. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар.